Саламатсыздар ма, 2 сынып оқушылары? Бүгін математикадан 25 сабақты орындайтын боламыз. Есептерді бірге шығарайық. 25 сабақ санды бірнеше бірлікке арттыруға және кемітуге берілген есептер. Сен бір амалмен шығарылатын есептерді модельдеуді және шығаруды үйренесің. Бірінші тапсырманы орында. Бірінші тапсырма бізде бірінші кестенің ішінде 3-ке арттыр деп қойған, яғни астындағы сандардың барлығын 3-ке қосып шығамыз. 7-ге 3-ті қосамыз, жауабы 10 болады. 15-ке 3-ті қосамыз, 18. 26-ға 3-ті қосамыз, 29. 45-ке 3-ті қосамыз, 45. 46, 47, 48. Келесі 8-ге кеміт. Екінші кестедегі 8-дің астындағы сандардан 8 санын алып тастаймыз. 78-ден 8-ді алып тастаймыз. 70 болады. 8-ден 8-ді азайтамыз. 0. 24-ден 8-ді азайтамыз. 16. 36-дан 8-ді азайтамыз. 28 болады. Жарайсыңдар балалар. Келесі екінші есепті шығар. Менде 12 бетпелгі, ал досымда менен екеуі кем бетпелгі бар. Досымда неше бетпелгі бар? Міне балалар, суреттегі бетпелгілер жасыл және көк түсті бетпелгілер. Енді бізде берілгенінде менде 12 бетпелгі, досымда белгісіз, бірақ екеуі кем. Табу керек, досымда неше бетпелгі бар? Шешуінде, егер екеуі кем десе, онда азайтамыз, ал артық болса қосамыз балалар. Енді 12-ден азайтамыз. 2-ні тең 10 болады екен. Жауабы досымызда 10 бетпелгі бар екен. Келесі, досымда 10 бетпелгі, ал менде одан екеуі артық бетпелгі бар. Менде неше бетпелгі бар? Енді бұны шығарайық. Берілгенде досымда 10 бетпелгі, ал менде белгісіз, бірақ екеуі артық. Енді табу керек. Менде қанша бетпелгі бар? Шешуі. Біз артық болса қосамыз дедік балалар, солай ма? Енді 10-ға 2-ні қосамыз, тең 12. Жауабы менде 12 бетпелгі бар екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі үшінші есеп. Есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. Енді қараймыз балалар, шешуін әріпті өрнек түрінде жаз деп тұр. Себебі бізге бұл жерде екінші санды әріп қылып беріпті. Әсет 37 жолды дәптер және одан аға артық төркөз дәптер сатып алды. Әсет неше төркөз дәптер сатып алды? Осы есепке кері есеп құрастыр дейді. Енді қараймыз. Жол дәптер 37. Төркөз дәптер аға артық. Егер артық болса балалар қосамыз дедік. Шешуінде 37 қосылған а. Міне бізде әріпті өрнек түріндегі шешуі шығып тұр. Келесі кері есеп. Жол дәптер 37. Төркөз дәптер. Бұл бізде шешуінде 37 қосылған а шықты. Енді шешуіне жазамыз. 37 қосамыз, 37 қосылған а. Тең 74 қосылған а. Біздің кері есебіміздің жауабы осындай болады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі төртінші есеп. Есепті шығарайық. Әсеттің 29 төркөз дәптері бар. Ал жолды дәптерлерінің одан 16-сы артық. Әсетте неше жолды дәптер бар? Берілгені төркөз дәптеріміз бізде 29, ал жол дәптеріміз белгісіз, бірақ 16-сы артық екен. Бізде артық болса қосамыз, шешуінде 29-ға 16-ны қосамыз, жауабы 46 болады. Сонда әсетте 46 жолды дәптер бар екен. Енді 29-ға 16-ны қосқанда ең алдымен 20 мен 10-ды қосып алсақ оңай болады шақшаның ішінде. Оның жауабы 30 болады. Кейін 9-ға 6-ны қоссақ 15, 30-ға 15-ті қосқанда жауабымыз 45 болады екен. Осылай да тез есептесеңдер болады балалар. Жарайсыңдар. Келесі есебіміз 5-ші есеп. Әсеттің 45 жолды дәптері бар, ал төркөз дәптерлерінің одан 16-сы кем. Әсеттің неше төркөз дәптері бар? Бұл алдыңғы есебімізге кері есеп болып тұр, балалар. Енді шығарайық. Берілгенінде жол дәптері 45, төркөз дәптер 16. Енді шешуіне жазамыз. 45-тен 16-ны азайтамыз. Себебі бізде кем деп тұр. Онда жауабымыз 29 болады. Жауабы әсеттің 29 төркөз дәптері бар. Жарайсыңдар балалар. Алдыңғы 4-ші есепке кері есеп құрастырған, артық және кем деп 2 есеп құрастырыпты. Жарайсыңдар балалар. Келесі есепті шығарайық. 6-шы есеп.
Есептің сызбасын сал және оны шығар. Әйгерімнің түрлі түсті 34 қарындашы және одан 18 кем қаламы бар. Әйгерімнің неше қаламы бар дейді. Берілгені бізде түрлі түсті қарындаш. Ол 34, ал қалам белгісіз және 18-ге кем. Шешуі, егер кем болса азайтамыз, артық болса қосамыз балалар. Осыны ұмытпаңдар. Шешуінде 34-тен аламыз 18-ді, тең 16 болады. Жауабы Әйгерімнің 15 қаламы бар. Жарайсыңдар балалар, біз қанша қаламы бар екенін таптық. Келесі, кел ойнайық дейді. Өрнектердің мәнін тауып, әр баланың оқу құралын анықта. Міне бізде ұл және қыз қолдарында тақтайша ұстап алған, әрқайсында есептердің жауабы бар. Қайсы зат кімдік екенін табайық балалар. Енді бірінші 84-тен азайтамыз 50-ді. Жауабы 34 болады. Кімде 34 бар қараңдаршы балалар? Әрине ұл балада. Сызғыш ұл баланыкі екен. Келесі 25-ке қосамыз 30-ды. Жауабы 55. 55 кімде бар балалар қараңдаршы? Қыз балада бар, Бұл жердегі жиілім қыз баланыкі екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі 27 қосамыз 40-ды. Жауабы 67. Қараймыз. Кімде бар? Әрине ұл балада бар. Яғни сурет таптер ұл баланыкі екен. Келесі 60 азайтамыз 30-ды. Жауабымыз 30. Ол кімде бар? Әрине қызда. Яғни дәптер қыздікі болады екен. 25-ке қосамыз 7-ні. Жауабы 32. 32 кімде бар балалар? Қызда бар. Мынау теркуль, ручка ішіндегі қалам барлығы қыз баланыкі екен. Және де соңғысы 18-ге қосамыз 8-ді, тең жауабы 26 болады екен. 26 кімде бар балалар? Әрине ұл балада бар. Яғни сөмке ұл баланыкі екен. Жарайсыңдар балалар. Міне балалар, бізде мына жерде 25-ке қосамыз 30-ды баған түріндегі есеп. Жауабы 55 болады. Себебі 5 түседі және 2-ке 3-ті қоссақ, жауабы 5, 55. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар. Маған тіркелуді және де достарымен бөлісуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.